Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Сауд Арабиясынан, Джидда қаласынан, Қызыл теңіздің жағасынан сіздерге жалынды сәлем. Мен осы саяхатыма жалғыз өзім шықтым. Ағылшынша, арабша тіл білмеймін. 7 күн Меккеде болдым. 4 күн осы Джидда қаласында боламын. Джидда қаласын сіздерге көрсетіп таныстырамын. Құрметті ағайын, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге осы Джидда қаласы аты неге Джидда екенін айтамын. Және осы жерде жерленген бүкіл адамзаттың анасы болған Хауананың бейітін көрсетемін. Жаңа қаланы көрсетемін және ескі қаланы көрсетемін. ЮНЕСКО қорғауына кірген ескі қаланы көрсететін боламын. Және Қызыл теңіздің жағалауын, пляждарды көрсетемін. Сондықтан осы видеоға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл видеоны аяғына шейін қараңыздар. Өйткені видеоның аяғында мен сіздерге Меккеде көрген періштені көрсетемін. Балық аулайтындар міне. Қыстың барлығы бір жақсы, барлығы одноразовый посудаға салып, киімдердің барлығы бас киім, перчатка, жаңағы ауыздарына маска киген, сондай бәрі жақсы. Тазалық жағына келгенде. Қолдарда перчатки. Одноразовый посуда. Керемет бәрі жақсы тазалық жағынан келгенде. Такси шақырттым. Пляжды көрейін деп. Құдай қаласа. Пляждарын көреміз. Қызыл теңізге түсеміз. Міне мына кісі жолдан түсіп қалды. Бұларда таксиге тапсырыс берсең, жолдан тағы да кісілерді қосымша ала береді екен. А егер жеке такси заказ берсең, онда 2 есе қымбат болады. Мынау салынып жатқан ғимарат келешекте әлемдегі ең биік ғимарат болады. Дубайдағы Бурж Халифтан да биік болады. Көл жағасында қазақ жігіттерді кездестірдім. Жан жақтан келген екен умраға. Түркістан, Қарағанды, Жаңарқадан кетті. Орындықтар маған ұнап тұр. Пластмас орындықтар, қандай керемет жайлы жасалған отыруға. Жаңағы қазақ балалар қай группамен келдің дейді да маған. Мен ешқандай группамен емес, өзім жалғыз келдім дедім. Сіз қалай ағылшынша, арабша білесіз ба дейді. Мен жоқ дедім. Арабша да, ағылшынша да білмеймін. Барлығы мен тек қазақша сөйлесем дедім. Күліп жатыр барлығы. Жалпы тіл білген жақсы.
Мына туалетке кіру үшін карта керек екен. Наличка алмайды екен. Мына жерде жаңа Ресейден келген башқұрлар жүр. Мә біздің Ресейдің карталары, банктарын барлығы бұғатталған. Дәретке де кіре алмайтын болдық дейді. Сөйтіп жүр, менен сұрақ қояды. Сен Каспий картамен кіріп алсақ бола ма деп дәретханаға. السؤال الأخير يا صديقي معي يلا السؤال يقول معنا من وين؟ المنطقة الشرقية. من وين المنطقة الشرقية؟ دمام. يا هلا هلا أنت متصل كذا ولا صدفة ولا مالك خلاص؟ Дубайдағы рамаға ұқсайды екен, рам Дубай дегенге. Өте әдемі жер. Бітіп бара жатыр. Мына жерде бір яхталар тұр, үлкен, өте үлкен яхталар тұр. Мына судың тазалығы масқара. Ана жерде балықтар жүр. Неше түрлі балықтар. Сондай таза су. Дубайда Дубай Марина болса, Джиддада Джидда Марина бар екен. Мынаның барлығын айналып шығуға болады. Анау арттан бастап айналып шығуға болады. Джидда қаласындағы суда тұрған мешіт. Құдай қаласа қазір кіріп намаз оқимыз. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Қала Қызыл теңіздің жағасында орналасқан. Осындай теңіздің жағалауы жүре берсең бүкіл қаланы өтуге болады.
бірақ мынау деген өте ұзын. Мынаның ұзындығы шамамен бір 30 шақырымдай шығар. 20-30 шақырым болуы мүмкін. Өйткені мен картамен есептегенде сондай көрсетіп тұрды шамамен. Сондықтан мынамен жүре беретін болсаң, жүре бересің қаланың ар жақ шетіне шейін. Сол қаланың ар жақ шет жағында менің қонақ үйім, бірақ жаяу жүруге мүмкін емес мынаның барлығын. Қазір кішкене жүрем, шаршағаннан кейін такси ұстап, таксимен жүрем ары қарай. Мына жерден көлдің иісі кеп тұр. Ақтау есіме түсіп тұр. Ақтауға барғанда осындай бір иіс болып еді көлден. Тура сондай иіс кеп тұрады екен мына жерде. Мынау жағалау өте әдемі жасалынған. Дубай марина сияқты. Керемет. Түнде мына жерде кісілердің бәрі демалып отыр. Мынандай әдейі орындық нелер қойып қойған. Міне керек болсаң, даже дивандар тұр. Ішінде кісілер демалып жатыр. Кісілер жағалауда футбол қарап отыр. Рахат. Әр жағы көл. Мына жерде кісілер намаз оқып жатыр далада. Бұл ислам мемлекеті. Бұл жерде қылмыс істеген жоқ. Түннің ішінде жалғыз жүре бересің. Ешкім саған тиіспейді. Ұрлық, қылмыс деген бұл мемлекетте жоқ. Мүлдем жоқ. Ал міне Санта Клаус Джиддада да жүр екен. Шып. Балаларға мына жерге неше түрлі ойын орындарын жасап қойған. Жағалауда әке шешелері мына жерде жағалауда демалып отырады. Балалары мына жақта ойнайды. Керемет, керемет қала. Мынау әлемдегі ең биік фонтан. Биіктігі 120 метр. Кеш батты. Кішкене шаршадым. Бір кішкене тамақ ішіп алайын деп, даладағы кафеға келіп отырмын. Тамақ заказ бердім. Қазір кішкене жүрек жалғап алу керек. Қала үлкен ғимараттар салынып жатыр. Әдемі. Кейбір жерлері Дубайға ұқсайды. Өте әдемі үлкен қала. Ұзындығы шамамен 35-40 шақырым. Тұрғыны 4 миллионға жуық халық. Бірақ бір жетіспейтіні қоғамдық көлік. Мұнда автобус, метро, ЛРТ деген сияқтылар жоқ екен. Немесе теңізде жүретін көліктер болады. Стамбулдағындай. Бұны осындай бір қоғамдық көлік жетіспей тұр. Тек қана таксимен жүресің. Қаланы неге Джидда деп атаған? Өйткені бұл жерде адамзаттың анасы болған Хауана жерленген. Біз Хауана дейміз, арабтар әже дейді. Джидда деген әже деген сөз.
Міне осы жерде бүкіл адамзаттың анасы болған адам атаның қабырғасынан, қисық қабырғасынан жаратылған Хауа ананың бейіті екен. Осының ішінде, бірақ ішіне түсірткізбеді, ішіне есігін аузынан ғана қарауға болады. Бейіттің ұзындықтары шамамен 20 метр, 30 метрдан, бірақ көп бейіт екен ішінде. Көп адам жерленген, бірақ барлығы баяғы заманда сол ең бірінші адам ата мен Хауа ана жарылған кездегі адамдар жерленген бейіт екен. Бойларының барлығы о кезде адамдардың 30 метрдан болған, шамамен сондай үлкен бейіттер. Гиганттар дейді ғой адамды, гигант адамдар. Міне осының ішінде жерленген. Баяғы заманда Жида қаласының өзінің қоршауы болған, қорғанысы, соның кіреберіс есігі болған. Бұны Мекке қақпасы деп атаған бұлар. Мынау көлдің тасынан салынған екен. Коралловый тас дейді ғой көлдің. Сондай тастан салынған екен. Олар өте мықты тас болады мынау. Бұл ешқашан үгілмейді. Өте мықты тас бұл. Мынау ескі қала Аль-Балат деп аталады. Бұл үйлерді шамамен 1000 жыл бұрын салған ғой арабтар. Соларды мына реставрация жасап жатыр, көрсін. А бұлайды уже реставрация жасап қойыпты. Міне, ішін кіріп көрейік. Осындай үйлерде 1000 жыл бұрын арабтар тұрған. Ассаламу алейкум. Міне, мына үйлерде 1000 жыл бұрын адамдар тұрған. Арабтар. Мына суретте осындай болған ғой деймін. Жоқ, реставрация жасап жатқан сурет екен. Мына жақта сатысы бар екен. Екінші этажға көтерілетін. Міне осындай үйлерде бұрын арабтар тұрған. Мына полный реставрация жасап жатыр. Мыналар музей қылып жатыр. Міне мынау ескі үйлер 1000 жыл бұрын салынған. Қазір ЮНЕСКО-ның қорғауында. Міне реставрация жасап жатыр. Мына үйді реставрация жасап қойған уже. Әдемі заманауи қылып. Бірақ ескі өзінің оригиналдары міне мынау. Олардың сүйегі мықты болып тұр ғой жаңағындай. Көлдің коралловый тастардан салынған болса, ол өмірі құламайды, шірімейді. Міне тарихи үйлер, 1000 жыл бұрын, 2000 жыл бұрын салынған үйлер. Осында этажды үйлер ең бірінші, осы арабтар салған ғой. Ең бірінші биік үйлерді әлемдегі арабтар салған. Елдің барлығы бір этажды үйде тұрғанда, осындай биік 4, 5, 6, 7, 8 этаж үйлерді ең бірінші арабтар салған екен. Есіктері, міне, мынау көк үй, мына жағы қоңыр үй, мына жағында қоңыр. Мына қала, ескі қала ғой, аудан бір. Сол ескі қалаға кіріп кетіп, бір 1000 жыл артқа тарихқа кіріп кеткен сияқты өзім сезіп тұрмын. Мына үйлерді, мынандай ескі үй әлемде жоқ шығар әлі, әдемі, биік үйлер.
Міне баяғы заманда осында ескі қалада адамдар тұрған. Осындай талдың арасында осылай әңгіме айтып отырған болар ақсақалдар. Мына жақта сауда жүріп жатты. Мынау деген қала ғой кәдімгідей. Тек үйлер ескіріп қалған болмаса, этаж-этажды үйлер барлығы. Баяғы заманда арабтар осылай өмір сүрген. Елдің барлығы бір этаж үйде тұрып жатқанда, не кигіз үйде тұрып жатқанда, бұлар осындай биік үйлерде тұрған. Қандай керемет, әдемі. Тек қана ескіріп қалған, әйтпесе, егер елестетіп көрсе, ескі заманды керемет әдемі қала болған екен. Баяғы мың жыл бұрын сондай әдемі қала болған. Желтоқсан айында міне Жиддада талдың бәрі жап-жасыл. Пальма ағаштары қандай әдемі өсіп тұр. Бұл жақта қыс болмайды. Керемет ауа райы, жып-жылы. Бүгін демалыс. Жағалауға қаланың адамдары отбасылармен бірге келіп демалады екен. Көбісі балық аулайды. Бұл жерде суға түсуге болмайды. Өйткені мына жағалау тас және бірден терең болып кетеді. Артымда Жидда қаласының порты. Міне демалыс күні қаланың халқы осы жерде демалуда. Жағада шәй сатып жүрген бала маған келіп шәй іш дейді. Шәй деген сөз арабшада шәй, қазақшада шәй екен. Қарлығаш көктемде сағындырып жеткенде қандай сезім жетер еді туған мекенге. Астыма мінген атым Генадушка, шабамын көңіл ашып немін-үшке. Жидда қаласы бұл ежелден бері қажыларды қабылдайтын қала. Мекке қаласында аэропорт жоқ. Сондықтан аэропорт осы Жиддада болғандықтан бүкіл қажылар алдымен осы Жидда қаласына келіп қонады, немесе мына теңіз арқылы осы Жидда қаласының портына келеді. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Мекке қаласы бұл қала тау тастың арасына орналасқан қала. Бұл жерде ешқандай қызығатын табиғи орын жоқ. Бұл жерде осы дүниенің байлығына емес, о дүниеге ақыретке ғана дайындалатын жер. Тек қана ақыретті ойлайтын жер бұл. Ал құрметті ағайын, мен сіздерге айтқан періштені қазір сіздерге көрсететін боламын. Періште қай жерде екенін және мен көрген көзді періштенің көзін көретін боласыздар. Осы жолы қажылыққа келгенде жолым болып мына тастарды 4 рет фотоға түсіріп алдым. Сөйтіп үйге келіп, қонақ үйге келіп, кешке өстіп үлкейтіп ашып қарасам, ішінде көз тұр.
жаңағы фотода да осындай көзді байқадым. Бұл негізі періште, тас болып кеткен періште барлығын көріп тұрады. Кім келген қажылар осыған сәлем береді. О дүниеде осы періште куәгер болады әр келген адамға. Самый почитаемый камень – черный камень Каабы. Это на самом деле окаменевший ангел, принесенный праотцом Адамом из рая. Камень был ослепительной белизны, но почернел от прикосновений грешных людских рук. Жұма намазынан кейін жаңбыр жауып, Әл-Харам мешітін жақсылап жуып шықты. Тап-таза болып шылқып жатыр. Мына кісілер кофе, шай таратып жүр тегі. Финик таратып жүр мына тегін. Меккедегі, әлемдегі ең үлкен сағат, салмағы 30 тонна. Мына сағаттың білтесі 22 метр, сағаттың өзінің ұзындығы 50 метр. Ассаламағалейкум. Міне Меккеде Әл-Харам мешітінде отырмын. Құптан намазын күтіп. Мына жерге кеп, осы жерге отырып жатырсам, мына жерде бір жігіт отыр екен, қазақ. Мен түріне қарап бірден таныдым, қазақ екенін. Қазақша ассаламағалейкум деп амандастым. Амандасқаннан кейін қазақша сұрадым. Қай қаладан келдің десем, маған қарап, я вообще-то с Казахстана приехал дейді. Өзім қай жақтан келдім деп, өзім ойланып қаппын ғой. Мен қай жақтан келдім деп. Қазақсың ба десем, я казах дейді, орысшалап. Ой, шіркін-ай. Қазақтар шетелде жүріп, орысша сөйлеп, өз-өздерін танымай жүр. Күліп, я с Казахстана приехал деп күлгім келіп кетті. Мен қай жақтан келдім сонда? Қазақша сөйлейтін. Ай, қазақтар ай. Шетелде жүрсе тек қана қазақтарға орысша сөйлейтін. Қалған бірде бұрын басқа тілде сөйлемейді. Бәрі тек қана өз тілінде ғана сөйлейді, қазақша. Қазақша деп қой, өз тілінде, әркім өз тілінде сөйлейді. Біздікілер ғана шетелге шықса, орысша сөйлеп, сөйтіп жүреді. Өздерінше бір крутой болып кете ма, орысша сөйлесе. Құлдық сана ғой. Құлдық сана. Қазақша сөйлемей кетті, біраз әңгіме айттық. Бір сөз қазақша айтпай кетті ғой. Жарайды, жақсы деп кетті мына жақта. Бір сөз айтпай кетті қазақша. Сауд Арабиясы, мына Мекке қаласында үлкен біздегіндей Магнум сияқты үлкен супермаркеттер жоқ мұнда. Мына магазиндердің бәрі осындай. Кішігірім, бірақ бірде-бір үлкен супермаркет көрмедім. Бұл негізі халық үшін өте жақсы, тиімді. Жаңағы глобализация дейді, жаңағы демекші үлкен ол сетевой жаңағы тек бай адамдар байи береді деген сияқты ғой. Оларда бұндай үлкен магазиндер жоқ. Бәрі осындай кішірек, бірақ не керек? Барлығын табасың. Не керек? Кез келген осындай кішкентай магазиннен не керек? Бәрін табуға болады. Тура мен тұратын қонақ үйдің алды осындай заңсыз сауда. Полиция келіп қуат, алардың бәрі қашады. Сосын қайтып келеді. Осындай біздің ана Алматыда тастақ сияқты.
қала тау тастың арасында орналасқан. Сонау тауларды құлатып үй салып жатыр. Үй немесе қала үй салады.